Сәлем достар, бүгін сіздермен өзімнің сүйікті бәлішімнің рецебімен бөліскім келіп отыр. Ол тауық етінен бәліш. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен бізге електен өткізілген ұн керек. Өте салқын сары майымыз қажет. Сары майды ұнға аунатып, үкіштен өткізіп майымызды әрдайым ұнға аунатып отырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай дәл осылай жасайсыздар. Сол кезде майымыз бір-бірімен жабысып комочек болып қалмайды. Міне осындай үгітіліп тұратын масса жасап аламыз. Тұзымызды қосып, шетке қойып қоямыз. Кішірек ыдысымызға айранды құйып, бір шай қасық содамызды салып, осылай араластырып аламыз да 10-15 минутқа қалдырып қоямыз. 10-15 минут өткеннен кейін міне осылай көпіршіп, 2-3 есеге айранымыз ұлғаяды. Енді алдын ала дайындап алған май мен ұнымызға айранымызды қосып, қолмен бір келкі болғанша қамыр илейміз. Дәл осы қамыр рецебімен басқа да тәтті емес бәліштерді жасаңыздар болады. Мысалы, тауық етімен емес, фарш қосып мясной пирог жасауға да болады. Балық қосып рыбный пирог жасауға да болады. Өте сондай үгітілмелі, ауызда еритін, өте дәмді қамыр. Міне осындай жұмсақ болып шығады. Оны біз екіге бөліп аламыз. Біреусін кішірек, біреусін үлкенірек қылып бөлесіздер. Себебі бізде пирогымыздың астына көбірек қамыр кетеді, үстіне азырақ қамыр кетеді. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін мен тауықтың төс етін, бір картоп, бір пиязды қатты майдаламай орташа етіп турап алдым. Себебі пирогымыз үлкендеу болады ғой, ішінде сезіліп жүруі үшін. Сөйтіп оливковый май қостым. Тұз, бұрыш және де ас көк пен көк пияз қостым. Мен өзім зеленді қатты жақсы көремін, сол үшін барлық жерге қосқанды ұнатамын. Сіздер өз қалауларыңызша петрушка, кинза, жусай, кез келген зелень қоссаңыздар болады, немесе мүлдем қоспасаңыздар да өз қалауларыңыз. Екіге бөлген қамырыңыздың үлкендеуін алып, пергаменттің үстіне қойып, осылай ұнмен кішкене сеуіп аласыздар. Оқтауға жабыспас үшін қатты тонкий болмайтындай, 5 мм болатындай қамырыңызды малатып жайып аласыздар. Бір жұмыртқаның ағын осылай қамырыңыздың үстіне жағып аласыздар. Одан кейін барып үстіне салмаңызды саласыз. Описанияда менің жазып кеткен рецебім бойынша жасайтын болсаңыздар, сіздерде өте үлкен, бір противеньдай үлкен болатын бәліш шығады. Мен сол рецепт бойынша жасап жатырмын, тек 2 кішірек домалақ бәліш жасап жатырмын. Міне мына жерде мен кішірек қамырымызды жайып алып жатырмын. Бұл біздің бәлішіміздің үсті болады. Мінекей осылайынан әдемілеп жайып аламыз. Енді шетке қоя тұрамыз. Көріп тұрғандарыңыздай мен бәлішіміздің астыңғы жағын тақтайдың үстіне қойып алдым. Себебі пісіретін противенімізге орналастыруға ыңғайлы болады. Видеодағыдай қамырымыздың үстіңгі бөлігін пергаменттің көмегімен әдемілеп орналастырдық. Енді мынау шет-шетін бір-біріне осылай жабыстырып, бәлішіміздің шет-шетін әдемілеп өріп аламыз. Немесе өз қалауларыңыз бойынша кез келген формаға келтіріп алсаңыздар болады. Енді бәлішіміздің бетіне жұмыртқа немесе жұмыртқаның сарысын әдемілеп жағып, алдын ала 180 градуста қызып тұрған духовкамызда 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Жақсырақ пісуі үшін осылай ортасын кесіп аламыз. Мен бетіне кунжут септім, солай әдемірек болады. Енді пергаменттің көмегімен тақтайдың үстінен противенге тез осылай ауыстырып, қызып тұрған пешімізге жібереміз. Мінекей дайын болған бәлішіміз осындай әдемі золотисты цветке енеді. Өте жұмсақ, өте дәмді, сондай үгітілмелі пекарняларда сатып тұрған сияқты керемет бәліш болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сізге ұнайтынына сенімдімін. Видеом пайдалы болған болса, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Ас болсын.